Қайырлы күн менің сүйікті шәкірттерім. Бүгінгі біз сабағымызда қазақтың тұңғыш балетмейстері, би әлемнің патшасы Дәурен Тастанбайұлы Әбіров жайында өтетін боламыз. Сабағымыз сәтті болу үшін барлығымыз осы жаққа назарымызды аударайық. Би бұл бүкіл сюжеттік мазмұнды қимыл қозғалыс арқылы тілсіз өрнектеп жеткізуші өрнекті өнер. Қай халықты алсақ та, сол халықтың өзіне тән би өнерін өз ұлтына тән болмыс бітімімен өз тілінде сөйлетуші, дамытушы, өркендетуші дарындары, тума таланттары танытып кетті, әрі танытып келеді, таныта берер де сөзсіз. Осындай дарынды таланттардың бірі қазақ ұлттық хореографиясының даму тарихында айрықша үлес қосқан дара тұлға тұңғыш қазақ балетмейстері Дәурен Тастанбайұлы Әбіров. Дәурен Тастанбайұлы Әбіров 1923 жылы 6 қазанда Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылында дүниеге келген. 11 жасында Алматы хореографиялық училищесінде оқуға қабылданған. 2 жылдан соң 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнері мен әдебиетінің алғашқы онкүндігіне қатысып, алғаш рет үлкен сахнада бишілер тобында өнер көрсетеді. Ол қазақтың тұңғыш бишісі, балетмейстері, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық әртісі. Дәурен Әбіров Алматы хореографиялық училищесін 1952 жылы Мәскеудің Луначарский атындағы балетмейстерлік бөлімін бітірген. Дәурен Әбіров 1952-1977 жылдары Абай атындағы Қазақ опера және балет театрының балетмейстері жұмысын атқарған. 1984-89 жылдар аралығында Жүргенов атындағы мемлекеттік театр және кино институтының кафедра меңгерушісі жұмысын атқарған. 1989-97 жылдар аралығында хореография бөлімінің жетекшісі болған. Дәурен Тастанбайұлы театрда өзінің кәсіби сахнадағы классикалық балеттерді орындаушы, бишілік, орындаушылық, балетмейстерлік өмірін би өнерімен өрнектей жүріп, қазақ ұлттық этнографиялық биінің тілін, тарихын терең зерттеп, зерделеуді, әртүрлі халықтық билерді хореографиялық негізге ала отырып, қазақ биінің болмыс бітіміне тән ұлттық қимыл қозғалыстарды енгізу арқылы қазақ ұлттық халық билерінде қазақ сахнасына шығаруды, кәсіби сахналық балет өнерін өркендетуге өзіндік үлесін қосуды мақсат тұтты. Би қойылымдарына музыканы, сюжетті, тақырыпты халық күйлері, аңыздары, салт дәстүр, салтты ғұрыптардан алып, қазақ биінің кәсіби үлгісіне айналдыра отырған. Бір қатар архивтік материалдарды қарап, зерделей келе өзінің ұстазы Александровтың қойылымындағы шашу, киіз басу, ортеке, садақ биі, тепенкөк сияқты тамаша билерді сол қалыпта сақтап жаңа дем берді. Балетмейстер Айжан қыз биінің жаңа нұсқасын жасау үстінде фольклорлық пластика қимылдарын батыл тапқырлықпен қосып, өз ойын жүзеге асырды. Биде қазақ қыздарына тән жан сұлулығы, биязы мінез, мөлдір сезім би тілімен суреттелді. Балетмейстер осы операда қолдың және аяқтың қимыл арқылы қазақ ұлттық билердің негізгі қимылдарын алғаш рет пайдаланды. Ғалымның қазақ халық билеріне енгізген ғылыми жаңалықтары қазақ биін басқа халықтар биінен айрықшалайтын әрі ұлттық ерекшеліктерін айқындайтын қазақ ұлттық хореографиясының негізгі элементтері ретінде ырғақты қадам, иықты көтеру және түсіру, тізені шұғыл бүгу бағытында орындалатын қимыл түрі. Шоқаң жорға, жорға аттың шоқырағы, шабыс, шабу, ытқыма, секіру, тебінгі, атты тебіну, сүйретпе, аяғын сүйрету және тағыда басқа би элементтерінің халықтық екендігі даусыз дәлелденді. Бұндай дәрежеге еңбек пен ізденіс арқылы жеткендігі шексіз күмәніміз жоқ. Оның әдістемелік оқу бағдарламасы нақты мазмұнымен, жігіттер биін орындауда ержүректілігімен, әсемде сәнділігімен ерекшеленген болса, қыздарға лирикалық назды қимылдар тән.
қазақ биінің сахналық үлгісін жасауда жол көрсетіп кеткен ұлағатты ұстаздың еңбектерін келесі буынның біліп өсуіне де біз де еңбек етіп келеміз. Бұл еңбек жолын жалғасын табады деген ойдамыз.